Қайырлы күн, құрметті біздің әлеуметтік желі парақшасындағы тұрақты оқырмандар. Бүгін біздің ұлттық бөлімде түркітанушы, тілтанушы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Смет Кеңесбаевтың туғанына 115 жыл толуына орай қазақ тілі қазыналы тіл атты тарихи сағатты өткізейік деп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Бүгінгі біздің кітапханамыздың даналық шаңырағының құрметті қонағы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, ғылым магистрі Гүлбайраз Кенжеболатқызы Сембаева. Қош келдіңіз кітапханамызға. Жалпы біздің оқырмандарымыз, тұрақты оқырмандарымыз әлеуметтік желі парақшасында да, осы облыс бойынша қала мектептерінен де жаңа студент жастарымыз да көбірек келеді. Осындай керекті кітаптарын алады. Енді тоқталайық дегеніміз, осы ғалым ағамыз жөнінде тоқтала кетсеңіз. Смет Кеңесбаев, кейбір оқулықтарда Смет деп береді, кейбір оқулықтарда Смет дейді. Жалпы бұл тіл біліміндегі ірі тұлғалардың бірі. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, ең бірінші Қазақ ұлттық академиясының негізінде қалыптастырушылардың бірі болған, түркітанушы, лингвист, ұстаз, ғалым ретінде танымыз. Туған жері қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Сызық деген ауылда 1907 жыл дүниеге келген, 17 ақпанда. Биыл мінекей Смет Кеңесбаевтың 115 жылдығы болады. Соған орай сіздер шақырып өтсіздер. Көп рахмет. Негізі өткен ғасырдағы ғалымдарымыз, бірақ бұларды біз білуіміз керек, өйткені әлі күнге дейін бұл кісілердің еңбегі кітап сөрелерінде тұр, қолданыста бар. Ғылыми зерттеушілер, студенттер, оқырмандар әлі күнге дейін осы кісінің еңбегін қолданылады. Оның өте құнды, бағалы еңбегі бар. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі деп аталады. Өткен ғасырдың 1977 жылы баспадан жарық көрген. Мінекей осы сөздікті әлі күнге дейін қолданып жүр. Тек қана қазақ ғылым зерттеушілері ғана емес, жалпы түркі елінде, түркі тілдес халықтардың барлығы осы еңбекті қолданды. Енді қысқаша өмірбаянына тоқталатын болсақ, Смет Кеңесбайұлы, жаңа айтып өттім, оңтүстік Қазақстанда Сызық деген ауылда дүниеге келген. Алдымен молдадан оқып, мұсылманша хат таниды. 21 жылы Ташкент қаласына барып оқуға түседі. Оқуын сол жерде 2 жыл оқуын оқып, одан кейін Санкт-Петербургтегі Шығыстану институтының түркология бөліміне оқуға түседі. Бұл институт, Шығыстану институты сол кездегі бір беделді жоғары оқу орындарының бірі болады. Өйткені ол жерде үлкен ғұлама, түркітанушы ғалымдар дәріс береді. Атап өтсек, мысалы Самойлович, Мал, Мар, Бартольд, Владимирцев, Щерба деген үлкен түркітанушы ғалымдар осы жерде дәріс береді. Солар ғұлама ғалымдардың алдынан дәріс алып, білім алады. Сол жерде оқуын оқып бітіргеннен кейін Смет Кеңесбаев 1931 жылы елге оралады. Яғни 30 жылдары ең бір қиын кезең, оқуға ағарту, оқу білім кезінде, яғни оқулықтарға өте тапшы кезең болатын. Осы кезеңде ол өзінің ұстаздық қызметін бастайды. Ең бірінші ұстаз етумен бірге, бала тәрбиелеп, бала оқытумен бірге осы оқулық тапшылығына байланысты оқулық жазуға кіріседі. Бастауыш сыныптарға арналған әліппе деген оқулығын жазып шығады 1938 жылы. 1939 жылы жоғары сынып оқушыларына арналған қазақ тілінің грамматикасы деген еңбегін жазып шығады. Өте құнды еңбек, қажет оқулықтар. Мінекей осы еңбектерінен кейін оған филология ғылымдарының кандидаты деген атақ беріледі. Яғни бұл барлығы өзінің еңбектері. Осындай еңбектермен қоса, яғни тек қана
оқулық жазып немесе білім беріп қана қоймай, сол кездегі тағы да бір біздің қазақ ғылымының қалыптасуына өзінің үлесін қосады. Яғни ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Қазақ тілінің фонетика, фонология, әліпби, графика, орфография, фразеология, осы сияқты мәселелермен зерттеу жұмыстарын жүргізе бастайды. Сол зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 1944 жылы қазақ тілінің тұрақты тіркестер деп аталатын докторлық диссертациясын қорғайды. Бұл докторлық диссертация өте құнды. Тек қана қазақ тілінің тұрақты тіркестерін ғана зерттеп, жинап, қарастырып, саралап қана қоймайды. Сонымен қатар жалпы түркі тілдерінің тұрақты тіркестері, яғни фразеологизмдері бойынша зерттеу жұмысын жүргізеді. Сондықтан кезінде осы еңбегіне түркі тілдес халықтар елдерінде де бұған өзінің жоғары бағасын берген болатын. Яғни 1944 жылы осы диссертациясының еңбегін қорғап шығады. 1945 жылы оған филология ғылымдарының докторы және профессоры деген атақ беріледі. Міне, осыдан кейін басқа да ғылым салаларымен зерттеу жұмысын жүргізе бастайды. Әсіресе оның фонетика, фонология бойынша еңбегі өте құнды. Оның 1954 жылы қазіргі қазақ тілі деген алғаш оқулығы жарияланады. Бұл фонетика және лексика деген екі бөлімнен тұрады. Яғни ең алғаш рет осы фонетика бөлімінде қазақ тілінің дыбыстық құрамы, заңдылықтар, яғни дыбыстық құрам дегенде дауысты, дауыссыз дыбыстар, екпін, буын, үндестік заңы деген сияқты, әліпби, орфоэпия, орфография деген сияқты мәселелерге байланысты құнды өзінің зерттеу жұмыстарын жүргізіп, пікірлерін айтады. Сол сияқты лексикология саласында да өзіндік ой тұжырымдарын қалдырады. Яғни қазіргі қазақ тілі деп аталатын оқулығын көп жылдар бойы жоғары оқу орындарында осы оқулық қолданылып пайдаланып келді. Өте құнды, өзінің бағасын берді. Одан кейін не бойынша, фразеологизмдер бойынша докторлық диссертациясын негізінде әрі қарай жұмысын жалғастырып, зерттеу жұмысын жүргізіп, 1977 жылы алғаш рет оның қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі деген алғаш рет сөздігі жинақталып шығады. Міне кітап сөресінде берілген оның алғашқы 77 жылы шыққан. Бұл сөздікке 10 мыңнан аса қазақ тіліндегі фразеологизмдер қамтылған. 10 мыңнан аса. Көріп саны 10 мыңнан асады, өте құнды. Жарты ғасыр бойы осы фразеологизмдерді зерттеп келіп, жинап, осы сөздікке енгізеді. Оны жай ғана тізбектеп қана қоймай, оның мағынасын түсіндіруге тырысады. Оның жаңағы балама мағыналары бар, варианттары бар, нұсқалары бар, соның барлығы көрсетіледі. Және бір ерекшелігі, бұл тек қана сөздік ретінде ғана қарастырмаймыз. Соңынан Исмет Кеңесбаев сөздіктің соңынан теориясын да береді. Яғни фразеология ғылымы саласы, оның зерттейтін объектісі, фразеологизмдердің топтастырылуы, түрлері деген сияқты варианттары, осының барлығын теориялық тұрғыда зерттеп жазып, осы сөздікке беріледі. Яғни сөздік те бар, және соған байланысты теориясы да бар деген сияқты. Мінекей өте құнды еңбек, қарауға болады. Әлі күнге дейін ол өзінің құндылығын жойған жоқ. Тағы да айтамын, бұл тек қана қазақ тілінде емес, жалпы түркі тілдес елдердің барлығында осы сөздік әлі күнге дейін қолданыста бар деген сияқты. Енді бұдан кейін де фразеологизмдерге байланысты бізде сөздіктер шықты, толықтырылып шығып жатқандар бар. Қарастырып қайтадан, мысалы, Гүлдархан Смағұлованың сөздігі бар, осыған байланысты мағыналас фразеологизмдер сөздік деген сияқты. Жалпы фразеологизмдерді қаншалықты зерттесек те толық зерттеліп болды деп айтамыз. Бірақ соның басында, көш басында ең алғаш рет зерттеу жұмысының объектісі ретінде алып, соны зерттеп қарастырған бізде Исмет Кеңесбаев. Сондықтан оның есімі ұмытылмайды. Фразеологизмдер деген кезде ең бірінші осы Исмет Кеңесбаевтың есімі бірге алдында тұрады. Яғни біз бұнымен де шектеп қоя алмаймыз. Исмет Кеңесбаевтың бұдан да басқа
іс-шараларға қатысты өте белсенді болған. Әсіресе мына басқа елдермен, түркі тілдес елдермен қарым-қатынасы, әртүрлі конференция, жиналыстарға, симпозиумдарға өте қатысып отырған, баяндамалармен шығып отырған. Ол Орал Алтай қоғамының мүшесі болды. Мына түркітанушы ретінде көптеген зерттеулер жұмысын жүргізді. Өйткені оның ұстаздары негізінен осы түркітанушы ғалымдар болды. Жаңа мен айттым кейбіреулерін. Ұстаз ретінде Самойловичті айтуға болады, Басқаковты айтуға болады. Басқаковпен бірге осы Орал Алтай қоғамының мүшесінде бірге жұмыс жасайды. Мінекей соның негізінде тіл тарихына байланысты, жалпы қазақ тіл білімі мәселелеріне байланысты көптеген еңбектер жазады. Мінекей қазақ тіл білімі мәселелері деген еңбегі тағы да бар. Өзім айтқаннан кейін жинастырылып шығарылған Әнес деген ғалымыз бар, біздің филология ғылымының докторы. Соның құрастыруымен бізде сол еңбектері бәрі жинақталып, тағы да баспадан жарық көрді. Кітапханада мінекей сөреде көрсетілген, берілген. Яғни Ісмет Кеңесбайұлы Кеңесбаев деген кезде біз ғалым ретінде, лингвист ретінде, түркітанушы ретінде танимыз. Және оқу білім ісінде ағартушылық қызметінде айтып кеттік. Жаңа айттық, оқулықтар жазды дедік. Ең алғашқы еңбегі әліппе, қазақ тілінің грамматикасы, сөздіктер құрастырған қазақша, орысша, сосын орыс сыныптарын алған қазақ тілі оқулықтары бар бізде. Мінекей осындай сөздіктер жазу, оқу құралдарын құрастырумен бірге Тіл және әдебиет институтының директорын қызметін атқарған, бөлім меңгерушісі дегені бар. Ұстаз ретінде шәкірт тәрбиелеген, өзінің соңына шәкірт ергізіп, шәкірт тәрбиелеген үлкен ғұлама, ғалым, ұстаз, лингвист ретінде де қарастырамыз. Және ұлттық академияның қалыптасуында да Ісмет Кеңесбаевтың қызметі зор. Яғни көш басында ең бірінші құрылтайшылардың бірі осы Ісмет Кеңесбаев болған екен. Қазақ академиялық тіл білімін қалыптастыруда да Ісмет Кеңесбаевтың рөлі ерекше, айрықша. Мінекей осылайша Ісмет Кеңесбаев туралы қысқаша осылай айтуға болады. Әлі де еңбектер туралы тоқтала беруге болады бізде. Осылайша таныстырамыз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі біздің тарихи сағатқа арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіз айтқан кітаптар біздің кітапханамыздың сөресінде бар. Алдағы уақытта жеке арнайы кітап көрмесін жеке ұйымдастырамыз. Сол кезде құнды еңбектермен таныстыра боламыз. Алдағы уақытта сіздермен рухани тығыз қарым-қатынасқа байланыста боламыз деген ниеттеміз. Жұмысыңыз табысты болсын. Өзіңіздің алдыңыздан шыққан шәкірттер білімнің биігін, ғылымның қиясын бағындыра берсін. Құрметті оқырмандар, жеңісті күндерде жүздескенше сау саламат болыңыздар.